сөйлейік бағдарламалар циклы. Анар ханым, бүгінгі бағдарламамызды қазақы қимыл ишараттарға, қазақы ишараттарға арнасы. Осы жайында біраз әңгіме өтсек, нақтылап өтсек. Біз Нұрсұлтан өткен бағдарламада айтқан едік, осы ишараттардың әмбебап түрлері болады, яғни жалпы адамзатқа бір ортақ ишараттар, қимыл ишараттар болады деп. Мысалы, кез келген мәдениетте, кез келген тілде сөйлеуші қабағын түйетін болса, оның бір нәрсеге көңілі толмай, жайсыз болып тұрғанын білдіреді. Яғни ақпаратты ол жайсыздықпен жеткізіп тұрғанын білдіреді. Сол сияқты, бұл енді ишараттың бір түрі, әмбебап ишарат. Сол сияқты қимыл ишараттың ішінде де, мысалы, бас шұлғудың ортақ мағыналары бар. Барлық мәдениетте бас шұлғу қолдау дегенді білдіреді. Қолдау, сен айтып отырған ақпаратқа мен қолдау білдіріп отырмын дегенді көрсетеді. Бірақ осы ишараттардың ішінде таза ұлттық нақыштағы белгілі бір мәдениетке ғана қатысты түрлері болады. Ауызша сөзде осыларды жақсы білген абзал. Мысалы, тек қана жапондықтардың өзіне тән қимыл ишараттар болады, тек қана еуропалық мәдениет өкілдеріне тән. Соның ішінде біз қазір қазақы қимыл ишараттарға тоқталсақ, өткен бағдарламада айтқанбыз, өзі қазақ мәдениеті қай жағынан алмасаң да шығыс мәдениетінің өкілі болғандықтан өте контекстілік, яғни айналасындағы ситуацияға, жағдаятқа, салтқа, дәстүрге, танымға байлаулы деп, мәдениет деп. Сондықтан біздің қимылдарымыздың да мәнінде, ымның да мәнінде көп, астарында көп сондай символикалық мәндер жатуы ғажап емес. Сондай бір қимыл, мысалы, қазақта сәлем салу деген бар, ол да қимыл ишарат. Мысалы, әдетте келін, енді бұл тұрмыстық жағдаятта, сол әулеттің келіні, әулеттің үлкен ақсақалдарына, үлкен ата әжелеріне, яғни қайнын жұртының жас үлкен өкілдеріне иіліп сәлем береді. Ол иілудің міндетті нормасы бар. Ол міндетті түрде келін басын төмен қарай еңкейту керек, екі қолын тізесінің алдына қарай түсіру керек. Енді бір жерде әр жерде әртүрлі дейсіз, әр аймақта. Әр аймақта әртүрлі, бірақ негізгі қимылдарды мен атап өттім. Одан кейінгі, мысалы, қазақта беттің мимикасына қарап сөйлеп отырған адамның сіздің сөзіңізге немесе өзіңізге қандай қатынас білдіріп отырғанын ажырататын да ишараттар бар. Соған байланысты ымды білмеген дымды білмейді деген мақал бар, оны да жақсы білу керек. Қазақы ортаға тап болса біздің тыңдармандарымыз, мәселен тілді жаңа үйреніп жүрген тыңдармандарымыз қазақ ортаға тап болса, осы ишарат түрлерінде біліп алған абзал. Бұл туралы көп еңбектер шықты. Соның ішінде бір ерекшелері, ол профессор Бағдан Момынова апайымыздың монографиясы. Соны интернетте де ол туралы көп ақпарат бар, мен көргенмін. Содан алып танысып алуы керек. Сіз бағана осы әңгіме барысында ымға түсінбеген, дымға да түсінбейді деп кеттіңіз ғой. Азаматтың сол ишарат арқылы сізге деген көзқарасын білуге болады деп, көз арқылы дедіңіз ғой. Бетінің мимикасы арқылы. Толықтырып өтсеңіз, мысалы, әртүрлі ғой енді. Мысалы, сіз сөйлеп отырған кезде сіздің тыңдаушыңыз ерін тыржитып отыруы мүмкін. Онда ол сізді жақтырмай отыр деген сөз. Сіз сөйлеп отырған кезде сіздің тыңдаушыңыз басын шұлғып отыруы мүмкін. Онда ол сізді қолдап отыр деген сөз. Немесе, мысалы, екі қолын құлағының жанына төсесе, онда ол сізді мұқият тыңдап отыр деген сөз. Егер тыңдаушыңыз қолын, мысалы, үстелдің үстіне қойып, саусақтарын ойнатып отырса, сіздің сөзіңіз қызықсыз болып бара жатыр. Немесе ұялы телефонына үңіліп кетсе дейсіз. Ондай да ишарат пайда болуы мүмкін. Жаңасы пайда болды қазіргі таңда. Рахмет, Анархан. Бізге дәл осы қарқын туралы пікірлер түсінікті болды. Енді бір ескертіп кететін жайт бар. Мысалы, Еуропа мәдениетінде орнығып кеткен дейміз ба, ешқандай өрескелдікке жатпайтын ишараттар бізде керісінше нормадан ауытқушылықты көрсетеді. Мысалы, әйел адамдардың ер адамдармен қол алысып, құшақтасып, немесе сүйісіп амандаспайтындығы.
Ол шығыс елдерінде. Бұл шығыс елдерінде әйел адам ер адаммен амандасқан кезде неғұрлымадан алшақтау тұрады, тек қана басын изейді. Бұл шығыс мәдениеті. Бірақ бізде қазір ресми қызметте жүрген әйел адамдар, ресми лауазымда жүрген адамдар, олар өзінің лауазымының енді өкілі ретінде, өзінің лауазымның, өзінің мекемесінің өкілі ретінде енді кейде ресми жағдайда ер азаматтармен де қол алыса амандасады. Ондай жағдайда әйел адам өзінен үлкен жастағы ер адаммен амандасқанда екі қолымен амандасып жатады. Осындай байқалып жатады. Ол оған деген үлкен құрметін көрсетеді. Дегенмен де оның қандай лауазым жоғары болса да, ол қазақтың қыз екенін көрсетіп тұрады. Енді осындай екі қолмен амандасу деген үлкен құрметті көрсетеді. Ал ер адамдар бір-бірімен амандасқанда, мысалы үлкен адам бір қолын ғана ұсынса, одан жасы кіші адам екі қолын бірдей ұсынып амандасады. Рахмет сізге, Анархан. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.